Баршаңызға сәлем. Бүгін мен үй жағдайында пеште кәуап дайындаймын. Кәуап өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады, рецепт сізге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен кәуапқа арналған маринадты дайындаймыз. Қызанақты қабығы тез ашылу үшін видеодағыдай кесіп үстіне қайнаған су құямыз. 10 минут өткен соң қызанақты қабығынан тазалаймыз және де блендермен езіп томатты шырын жасаймыз. Кәуапқа мен тауық етін пайдаландым. Тауықтың майлы жерлерін, қанаттарын, сан еттерін қолдануға кеңес беремін. Еттің үстіне томатты шырын, ірі туралған пиязды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, кәуапқа арналған дәмдеуіш қосамыз. Жақсылап араластырып, кемінде 3-4 сағат маринадтаймыз. Шпажка таяқшалары күйіп кетпес үшін алдын ала 5 минутқа суға салып қоямыз. Етті таяқшаларға бір-бірлеп түйреп шығамыз. 200 градус пеште 40 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер.